Видео басталмай тұрып сіздерге Роман Рейнс арнасын ұсынамын. Бұл арна кинодағы қателіктер және пиар жасаумен айналысады. Сілтемесі төменде. Сәлем достар! Алдында салған шолпан ғаламшары туралы қызықты мәліметтер YouTube'да ешқандай дизлайксыз 13 лайк пен 40 қаралым жинапты. Сендерге ғарыш тақырыбы ұнаса, неге тағы түсірмеске? Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін ғарыш жайлы қызықты мәліметтер айтатын боламыз. Юпитер ең алып ғаламшар. Күн жүйесіндегі барлық ғаламшарлар Юпитер планетасына сыйып кетеді. Соңғы уақыттарда жер тегіс, ол дөңгелек емес деген ақпарат шыққан еді. Егер сіз де осылай ойлайтын болсаңыз, онда мына сұрақтарға жауап беріңіз. Егер де жер тегіс болса, поляр күні және поляр түні құбылысын түсіндіріңіз. Ол былай тұрсын, ең бастысы күн тұтылуы мен ай тұтылуы құбылысын қалай түсіндіресіз? Осы теорияны алға тартқан ғалымдар жердің дөңгелек екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Егер де Сатурн планетасы суға салып жіберетін болса, ол су бетінде қалқып тұрар еді. Себебі Сатурнның тығыздығы судың тығыздығынан аз. Ал ендігі ақпараттар күнге байланысты. Күн ең алдымен гелий мен сутегінен тұрады. Оның беті қатты емес. Ендігі ақпаратқа сіз сенбейтін шығарсыз. Күн жұлдызының өз атмосферасы бар. Ғалымдардың болжауы бойынша күннің жасы 4,6 миллиард жыл. Сондай-ақ күн әлі 4-5 миллиард жыл өмір сүреді. 1980 жылдан бастап ай елшілігі айдағы учаскелерді сата бастады. Сатып алушы талап етілген соманы төлеп, спутник арқылы түсірілген ай учаскесінің суретін және меншік сертификатын алуына болады. Достар, біз жинаған ақпараттарымызды сіздерге айтпас бұрын әбден сұрыптап аламыз. Бірақ бұл ақпаратты басқаларынан да ерекше тексердік. Осылайша Википедия онлайн энциклопедиясынан мына ақпаратты таптық. Ай елшілігі иелену туралы сертификаттарды сату жөніндегі ұйым. Бұл компания айдағы учаскелерді иелену туралы сертификаттарды сатумен айналысады. Сертификаттардың заңды күші жоқ. Себебі 1966 жылы Біріккен ұлттар ұйымы ғарыш кеңістігі мәселелері жөніндегі бас ассамблеяның жарлығына сәйкес айды және басқа да аспан денелерін қоса алғанда ғарыш кеңістігі оларға егемендікті жариялау жолымен де пайдалану немесе басып алу жолымен де иеленуге жатпайды. Компанияның виртуалды қызметіне қарамастан ай сертификаттары жақындар мен достар арасында қызықты кәдесый ретінде сұранысқа ие. Достар, бұл видеоны жасау үшін біздің бір күніміз толығымен кетті. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазыл. Ал егер мына қоңыраушанды басатын болсаң, біздің ендігі видеомызды жіберіп алмайсың. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше.